Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етінен жасалынатын котлеттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Котлет өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Қажетті ингредиенттерді описанияда жазып қалдырдым. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ең алдымен нанның үстіне жылы сүтімізді қосып, яғни жібітіп аламыз. Және де мен осылай ет тартқыштан тауық етін тартып алдым. 2 дана пиязымызды да ет тартқыштан өткізіп қосатын боламыз. Сонымен қатар сүтте жібеген нанымызды да ет тартқыштан бірге өткізіп аламыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Негізгі рецепт бойынша бір жұмыртқаның сарысын қосуларыңыз қажет. Мен ол жұмыртқаны ұмытып кеттім, бірақ осылай да өте дәмді болып шықты. Бірақ мен описанияда жұмыртқаның сарысын қосу керектігі жайында жазып кетемін. Сол жерден қарап ұмытпай қоссаңыздар болады. Енді осылай қолымызбен қолымызды сулап алып, формасын дайындаймыз. Мен осылай өзіңізге ыңғайлы формада үлкен не кіші етіп жасауыңызға болады. Мен осындай көлемде, алақанның көлемінде етіп жасадым. Және де сыртын бірден ұнмен көмкерген болатын. Яғни қуырардың алдында біз ұнға аунатып алатын боламыз. Барлық котлеттерімізді дәл осылай жасап аламыз. Қоятын ыдысымыздың үстіне де астыңғы бөлігіне, яғни ұн сеуіп қоямыз, яғни жабысып қалмас үшін қажет болады. Мен бұл котлеттерді бірден жасаған жоқпын, яғни осы күйінде мен қатырып, кешкілік жасаған болатынмын. Сіздер бірден қуырып жасай берсеңіздер болады. Қызып тұрған табамызға осылай котлеттерімізді саламыз. Мен айтып өткенімдей, кешкілік осылай қатқан котлеттерді салып қуырған болатынмын. Бірден қуырсаңыздар да ешқандай да айырмашылығы жоқ. Дәл осылай мен секілді қатырып та дайындап қойсаңыздар болады. Бұл котлеттер өте дәмді болып шығады. Осылай қызып тұрған майымызға сыятындай етіп саламыз. Бір жақ беті қызарған сәтте екінші жақ бетіне аударамыз. Менің YouTube арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, қазақша контентті қолдап, тіркеліп қойыңыз, подписаться батырмасын және қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда менің видеоларым сізге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Екі жақ беті де жақсылап қызарған котлеттерімізді майдан бірден аламыз. Қалған котлеттерімізді де дәл осылай қуырып аламыз. Өзіңізге ұнайтын және отбасыңызға ұнайтын кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Мен пюремен ұсындым, осындай көкөністермен ұсынған болатынмын. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.